Рамазанда паста қолдану мәселесінде өте мұқият болу керек. Неге? Себебі бұл паста мисуакқа ұқсамайды. Мисуактың Рамазанда ораза ұстаушыға рұқсат етілуі, яғни қолдануға рұқсат етілуі, бұл исключение тұрғысынан, истихсан тұрғысынан, яғни пайғамбарымыздан хадис келді мисуакқа қатысты. Осы хадисті негізге алып ғалымдар ораза ұстаушы мисуак қолдануға болады деген. Ал тіс пастасында құрамында түрлі химикаттар болғандықтан, егер де осының дәмі тамақта сезілетін болса, ораза бұзылып кетеді. Сондықтан да Рамазан айында барынша паста қолданбаған дұрыс, сәресіне дейін ауызды жуып алған бұл дұрыс болып саналады. Рамазанда тіс емдету мәселесінде, егер де укол тістің иектеріне салынатын болса, және де бұның дәмі тамақта сезілмесе, ораза бұзылмайды. Бірақ та ол сезілмеу ықтималдылығы өте төмен болғандығы үшін күндіз барынша тісті, зәрулік болмаса тісті емдетпеген дұрыс. Ауызды қашан ашуға болады деген мәселеде, егер де сіздің қиналуыңыз, немесе ашығуыңыз, шөлдеуіңіз адамды өлімге алып баратын болатын болса, яки болмаса қатты бір әлсіздікке алып баратын болатын болса, осы жағдайда ғана рұқсат, сосын бір күн қазасын ұстап бересіз. Ал жай ашығу, жай шөлдеу, жай дененің әлсіреуі деген секілді, немесе бастың жай ауруы деген секілді әрекеттер бұл ауыз ашуды рұқсат етпейді. Күндіз баняға түсу мәселесінде, баняда парға кірген кезде мұқият болу керек. Неге? Себебі пардың құрамында су болғандықтан, бұл табиғи жолдар арқылы ішке қарай өтеді, яғни тамаққа қарай өтеді. Мұрын немесе ауыздан пар кіргендіктен пардың құрамында су бар, сәйкесінше ол ауыздың ашылып кетуінің бір себеп бар. Сондықтан да Рамазан айында баняға түспеген дұрыс, қатты зәрулік болмаса. Мұрынға спрей қолдану мәселесінде, егер де шашылған спрейдің дәмі тамақта сезілетін болса, бұнда бұл жағдайда ораза бұзылып кетеді. Сондықтан да себілген спрейдің дәмін тамақта сезбеу ықтималдылығы өте төмен болғандығы үшін зәрулік болмаса спрейді қолданбаған дұрыс. Ал егер де ол спрей сеппесе, денсаулығына қатты әсер беретін болса, бұндай жағдайда рұқсат сол күннің қазасын өтеп береді.